Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 93-ші сабақ құстар туралы не білемін жүктеу есімдігі. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Берілген мәтіннің мазмұны бойынша өз пікірімізді білдіреміз және жүктеу есімдіктерін білетін боламыз. Бүгінгі сабақта балалар. 42-ші жаттығу мәтінді тыңда. Бүркіттің тағдыры. Бүркіт өте қауқарлы құс. Ол бүрген кезде түлкінің омыртқасын опырып жібереді. Ал адам қолға үйретіп, баулыған бүркіт қасқырды да тайсалмай алады. Бүркіт қоян, тиін, құр, кейде тырнаға да түседі. Су бүркіті балықты қорек етеді. Бүркіттің түрі көп. Бүркіттер тек адамнан ғана зардап шегіп келеді. 1917-1922 жылдары Америкада 15.745 бүркіт адам қолынан өлген. Осындай озбырлықтың салдарынан бүркіттердің тұқымы азая бастаған соң, қазір барлық елде бүркіттерді қорғау туралы арнаулы заң шығарылды. Біздің елімізде бүркіттерге ешқандай қастандық жасалмайды дейді. Жыл 12 ай кітабынан. Енді балалар тапсырмаларды орындаймыз. Бүркіттер туралы не білдің дейді. Балалар, біздер бұл мәтіннен бүркіттің қасиетін, оларды қорғау туралы заң бар екенін білдік. Келесі, бүркіттерді не үшін қолға үйретеді дейді. Бүркітті аң аулау үшін қолға үйретеді. Келесі, бүркіттерді қорғауға қатысты өз пікіріңді білдір дейді. Бүркітті қорғау туралы арнаулы заң шығарылған. Бұл өте дұрыс шешім. Себебі олар табиғаттың бір бөлшегі. Кез келген жануар, құс қамқорлықты қажет етеді. Келесі 43-ші жаттығу кестеде берілген ақпаратты пайдаланып бүркіт туралы мәтін құрап жаз дейді. Бүркіт жыртқыш құс. Қазақстанда бүркіттер Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа, Алтай таулары мен Іле алатауларын мекендейді. Олар ұяларын биік ағаштар мен зәулім жартастарға салады. Бүркіттердің ұя салу науқаны наурыз-сәуір айларында болады. Олар небары 1-2 жұмыртқаны ғана басып шығарады. Келесі 44-ші жаттығу түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып жаңылтпашты оқы дейді. Міне балалар, қараңыздар. Қара бүркіт томағасын түсірді, оны мен томағаламай, кім томағалайды дейді. Енді бұл жерде сұрау мәнді есімдікті табыңдар дейді. Сұрау мәнді есімдік кім деген есімдік. 45-ші жаттығу сөйлемдерге тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз дейді. Саятшылық құс салып аң аулау өнері. Мұнымен айналысатын адамды құсбегі деп атайды. Олар көбіне бүркіт, лашын, сұңқар секілді жыртқыш құстарды аңға салып баулайды. Сол құстармен аң аулайды дейді. Келесі 46-шы жаттығу сурет бойынша әңгіме құра дейді. Балалар, қараңыздар, назар аударамыз. Суретте не көріп тұрсыздар? Енді сол бойынша әңгіме құраймыз. Біздің үйдің сыртында қарлығаштар ұя салыпты. Олар әуелі жұмыртқа басты. Бірнеше күннен кейін шиқылдаған балапандардың дауысы шықты. Енді қарлығаштар балапандарына күні-түні тамақ тасумен жүр. Менің қуанышымды көрген әпкем: егер осы қарлығашты жыл сайын көргің келсе, оларға тиіспе. Сол кезде олар келесі жылы да біздің үйімізге салынған ұясына ұшып келеді. Себебі қарлығаштар қауіпсіз жерді ешқашан тастап кетпейді деді. Мен оларға тиіспеуге, әрі қамқорлық танытуға уәде бердім. Мен құстарды жақсы көремін дейді. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.